Ғарыштың терең сырларына өңілетін уақыт келді. Құрметті достар, бүгін біз адамзат тарихындағы ең маңызды ғылыми жетістіктердің бірі туралы сөйлесетін боламыз. Бұл жерге жеткізілген ең құнды жәдігер Бенну астероидының үлгілері және олардың ішінде жасырылған өмірдің құпиялары. Метеориттерден айырмашылығы Осирис Рекс келген бұл үлгілер өте таза. Олар жер атмосферасына еніп ластанбаған, сондықтан олардың бойындағы органикалық қосылыстар бізге ғаламның алғашқы химиясын сол күйінде жеткізіп отыр. Бұл 4 миллиард 500 миллион жыл бұрынғы уақыт капсуласы. Ғалымдар бұл үлгілерден өмірдің негізгі кірпіштерін тапты. ДНК мен РНК-ның құрылысына қажетті 5 бірдей нуклеобаза: аденин, гуанин, цитозин, тимин және урацил барлығы Беннуда кездеседі. Сондай-ақ АКУ синтезіне қажетті 20 амин қышқылының 15 анықталды. Ең үлкен жаңалық триптофан атты 15-ші амин қышқылының табылуы. Бұл бұрын соңды ғарыш үлгілерінен табылмаған өте күрделі молекула. Триптофанның табылуы өмірге қажетті күрделі химиялық қосылыстардың жұлдыздар арасындағы кеңістікте де пайда бола алатынын дәлелдейді. Зерттеу барысында Бенну астероидында 3 түрлі тас кездесетіні анықталды: бұрыштық, төбешікті және теңбір тастар. Олардың әрқайсысының химиялық құрамы әр түрлі. Бұл астероидтың ата-аналық денесінде геологиялық процестердің біркелкі болмағанын көрсетеді. Бұл тастар бізге астероидтың тереңінде бір кездері сулы және селтілі орта болғанын баяндайды. Штрекер синтезі, Фридель-Крафтс реакциясы және Майкл қосылуы сияқты күрделі химиялық процестер астероид ішінде өмірдің алғышарттарын жасаған. Бұл нағыз ғарыштық гидротермалдық зертхана. Бенну бұл үлкенірек аспан денесінің қирауынан кейін қайта жиналған қоқыстар үйіндісі, немесе Rubble Pile. Оның бойындағы әр түрлі қабаттардан келген материалдар бүгінде бізге ғаламның ерте кезеңіндегі вертикальды араласу процестерін зерттеуге мүмкіндік береді. Осылайша, өмірдің пайда болуына қажетті тұқымдар ерте кезеңде астероидтар арқылы жерге жеткізілген болуы мүмкін. Бенну зерттеуі біздің өміріміздің бастауы ғарыш тереңінде жатқанын көрсетіп отыр. Біз жұлдызды шаңның бөлшектеріміз. PNAS журналындағы бұл еңбек ғарышты зерттеудегі жаңа белес. Бенну үлгілері бізге тағы да талай құпияны ашатыны сөзсіз. Келесі кездескенше, ғаламның сырын бірге ашайық.